Сол кезде сондай қадамдар. Сәрсебали. А? Айтышы, Қарағалин Мақсат, Өтешқалиева Нәсір, Мұхамғалиев Наурыз, Қарағалина Мейрамгүл, танисыз ба, дұрыс па? Танимын. Иә. Кім болып келеді ол кісілер сізге? Жаңа Мақсат. Құдаларыңыз? Құдамыз Нәсір Құдағай. Балалар? Балалар. Мейрамгүл. Ол кісілермен сіздің араңызда ашуалаздық болды ма? Ол кісімен сіздің араңызда ашуалаздық болды ма? Онда ештеңе болмады, жақсы қарым-қатынаста болдыңыздар. Сәрсебали Сұлтан сотталушы сіздің балаңыз дедіңіз, иә? Енді сотқа жауап беруден бас тартпаймын, жауап беремін деп айттыңыз, иә? Осы оқиға бойынша сіз не білесіз? Соны бізге еркін баяндап айтып беріңізші, сосын сізге сұрақтар қоямыз. Осы оқиға бойынша жалпы не білесіз? Не көрдіңіз, не естідіңіз? Жалпы ұлыңыз бен Ақбаянның өмірлері қосылған кезден бастап. Так, Сәрсебали, не болды сізге? Неге жауап тұрсыз? Сізге қандай да қысым болатқан жоқ па айналаңызда? Әкесің ғой. Қобалжып отыр ғой. Жоқ, айналасында болды. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Енді онда мен көп білетін ештеңе артынан естідім, мен осы жақында осы үстіне болғанда жаңағыдай сонда білдім мен айырылысып кеткен. Оның өздері айырылыспаған сияқты араға түскен сияқты білмеймін. Ал сол соңына дейін осыған дейін өздері бірге жүріп бірге тұрды ғой. Ешқандай айқай шу болған жоқ. Олардың арасында балдармен өздерімен бірге бір күнде бірге тұрған жоқ, бірге тұрды соңына дейін. Сосын мына 25-те, оны білім ғой. 25-ші жылы тамыз айында екен, сол кезде қабелкім айтты, кейін операцияға дайындық как раз неге шыққан пенсияға сол. Соған артынан... Сол өзіңізде 4 балаңыз бар. Иә. Сол 4 балаңыздың арасында, 3 баланың арасында Сұлтан кіммен жақын араласады? Жақын араласқанда өзінің үлкен апасымен жақсы араласады. Айдана. Айданамен. Ал қалғандармен енді қалада ғой бәрі. Ауылдар. Солармен туған күн негізгі баратын ғой. Бәрі сенің туған күн деп айтады. 2025 жылдың арасында Сұлтан сізге айтты ма, осы құдаларыңызбен қандай да бір жанжал болып жатқанын, құдалар тарапынан 5 баланы алып кеткісі келіп жатыр деп ондай мәселе айтты ма? Оны мен осы жақында естіген болсын, бәрінде болды осы. Тергеу басталғанда басталғанда емес осы. Сұлтанның өзінің бір жақын араласатын достары бар ма, бала кезінен? Оны мен білмеймін. Ұлыңыз осы Сұлтан туралы нақтырақ сипаттай аласыз ба? Балаңыздың қандай кішкентайынан бастап, балаңыздың бастап қазіргі кезіне дейін? Енді оған сипаттағанда көрші-көлем, достарын ағайындар білер ғой, оның енді мынандай тентектіктер жоқ деп айтқанды, онда салағын оқып жүріп кішкентайымен енді өзінің ішіне жол беретін, тиянақты, ішіне сөзбен жол беретін бала болып өссін. Әлгіге дейін қайдан білемін біздер. Тәртібі жақсы болды ма? Тәртібі жақсы болды. Мектепке неден ешқандай. Мектепте оқып жүрген кезінде Мұндай болған жоқ сағаттан қашылғаны, үйге бәрі ұшылар беріп қалу айтып болмай ешкені болған жоқ. Айтым, өзім де оны біршама күтіп барынша қарадым. Келінім Ақбаянның денсаулық жағдайы одан сайын күшейе түсті.
Келінім Ақбаянның әрекеттерінен Құда Мақсұт пен Құдағай Нәсіпке мүлдем айтқан жоқпын. Ұлым Сұлтан телефон арқылы Құда Мақсұт пен Құдағай Нәсіпке сөйлесіп, оларға келінім Ақбаянның әрекеттерін айтып жүрді. Алайда олар қыздарының жағдайын білу мақсатында Махамбет ауданына келген жоқ. Маған да телефон арқылы хабарласқан емес. Өзім де Құдағайыма хабарласқан жоқпын. 2025 жылдың желтоқсан айының 4 күні Сұлтан келінім Ақбаянды Атырау қаласына дәрігерге қаратамын деп өзімен бірге алып кетті. Махамбет ауданының такси жүргізушісімен Атырау қаласына шығып кетті. 5 баласын маған қалдырып кетті. Содан немерелерімді алып, емдеп келіңдер деп мен оларды шығарып салдым. Сол күні сағат 18:00 шамасында ұлым Сұлтан хабарласып, Атырау қаласына жеткендігін айтып, Атырау қаласы Самалшам ауданында пәтер жалдап тұрып жатырғанын айтты. Есебінде тіркеуде тұр деп жауап беріпсіз. Келесі сұрақ, ұлыңыз Сәрсенғали Сұлтан мен келініңіз Махамбет Ақбаян соңғы рет үйден қай уақытта қашан шығып кетті деген сұраққа, ұлым Сәрсенғали Сұлтан мен келіні Махамбет Ақбаян екеуі бірге 2025 жылдың желтоқсан айының 4 күні сағат 11:00 шамасында Махамбет ауданынан Атырау қаласына такси жүргізушісімен шығып кетті деп жауап беріпсіз. Ұлыңыз Сәрсенғали Сұлтан мен келініңіз Махамбет Ақбаян үстерінде қандай киім болды деген сұраққа, ұлым Сұлтан үстінде қара түсті куртка, қара түсті бас киім, трикот, аяғында қара түсті спорттық аяқ киім, ал келінім Ақбаянның басында сұр түсті есебінде тіркеуде. Зейнетақы әр айдың 4 күні түседі. Ал Мұханғалиеваның есепшотына әр айдың 5 күні 220 мың теңге түсіремін. Ол Мұханғалиеваның жәрдемақысы және балалардың жәрдемақысы. Бұл Мұханғалиеваның карточкасын ұлым Сәрсенғалиев 5 желтоқсан 2025 жылы ішінен керегіңді алып отырарсың деп тастап кетті. Сөйтіп сол күні мен банкоматқа барып 220 мың теңге ақша қаражатын түсіріп үйге апарып қойдым. 5 желтоқсан 2025 жылы Ақбаян мен Сұлтан Атырау қаласына Ақбаянды емдетуге кеткен болатын. Сол кезде Ақбаянның киімдерін өзім жинап бердім. Сұлтанмен соңғы рет 11 желтоқсан 2025 жылы WhatsApp мессенджеріне бейне қоңырау арқылы сөйлестім. Сол кезде Сұлтаннан қайдасыңдар, Ақбаян қалай деп сұрағанымда, Сұлтан маған жасымыз деді. Ақбаянды көрсетіп қаратып жүрмін деп айтты. Мұнайшыдамыз деп айтты. Сол сөйлескенімізде мен Сұлтанға әкесінің айтына Астана қаласына емге алып бара жатырған зейнетақы Күлесің, төлесің, күресесің соғышты. Өзіме бекем болып, қолымнан ешқандай қысып көрген жоқсың, арпалысың. Өмірмен арпалысың. İsteysin, gülesin, tüylesin, küresesin sonuçta. Özüme bekim bol, konunun işten sinirlenmeyeyim. Әкесін алып кеткен қиындап кеттім үйленді. Ақбаянды тұрмай, мен алып кеткен үйленгенде алып кетті газетіміз алған. Осыны жаңа күресті тақсымын сүрісті. Сондан бері тұрмын. Осыншама күрес деймін. Қастаған жоқ қасынан. Өнер шамды шығартып қараға баршы деп. Көмектеспін. Күн ренжімеймін. Сондай күтіміз келген. Екеуін 22 жылы ажырасып кетуіне не себеп болды? Себебі жаңа сол қарыз берген мамасы деп естідім. Айнымда. Ақбаянның мамасы ма? Иә. Мен балдар қайда сонда, балдардың өлмейсің бе? Балдар үшін айғанға деген. Бірақ келді ауылға. Yani çok çakırın ayırma. Bitti de. Az bitti. Tamam, ben ismini ben müziksin anlamıyorum. Allah'ım benim için kesin. Bir daha bir şey oldu. Көзге қарағанда сіз мысалы қатты бір туындап жатқан мәселе қандай сонда сіздерде өмір жарайтындай қиналып кететіндей жақсы өмір сүруге арналысты деп айтатындай соған бір енді не мәселесі сондағы сол түсінбей тұрғанымыз
Ақбаянның анасы жастардан. бірге тұруларына қарсы болған. Естественно, кісілер қарсы. 22 жылға дейін құдаларыңыз қарсы болған жоқ па олардың болуына? Анасını келіп кетті. Onunla birlikte barada korasan, işçilikten korasan koralan düzgün bilip bana birlikte barada. Şimdi o da soyun basmış. Sultanın soyun basmış. Yeni, o kaç oldu?